Биыл Рамазан айының бірінші күні қайсы күнге түседі? Егер хабарда толығырақ білгіңіз келсе, бейне астындағы лайктағы подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Биыл Рамазан айының бірінші күні 23 наурызға түседі. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бекіткен 2023 жылғы кестеге қарағанда, оразаның басталуы 23 наурызға келіп тұр. Қасиетті Қадір түні 17 сәуірден 18 сәуірге қараған түн. Ал 21 сәуір ораза айттың бірінші күні. Құрбан айттың бірінші күні 28 маусымға түсіп тұр. Айта кетейік, 3 күндік мерекенің алғашқы күні елімізде демалыс саналады. Хабарды кеңінен таралу үшін лайк түймесін басып, сауап алыңыз. Өйткені басқа да отандастарымыз осындай пайдалы жаңалықтардан хабардар болсын. Қане көрейік, видеомыз қанша лайк басылып, видеомыз қанша адамға жетіп барады екен.